Мені шылдыңдасаң шылдыңда, бұл емне деп атады. Мұншала қиғырат. Мен емне десең күле бер, мен артында сөйлесең сөйле. Бірақ мұндай пайғамбарды жақыннан таны. Бұл пайғамбар мәселесі келгенде, пайғамбардың өмір баяны, сүннеті келген мәселе, Құран, дин мәселесінде фәлсафаңды тоқтат. Айтты, қиын данышмандығыңды тоқтат. Біреусір. Менің дарат алғаныма не пайғамбар кіршеді. Мен даратханаға кіргеніме диндің неші бар екен, қалағандай дарасындырып. Пайғамбар саға барын үйретеді. Мен үйленгеніме диндің не алақасы бар, мен қалаған. Жоқ, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тункахул мар'ата ли арбаин. Аялды 4 нәрсеге қарап алғын дейді. Ли жамали, бардығыңызды қалайсың, сұлулығына қарайсың. Сұлулық өз еш нәрсеге бармайды. Вали насабих, ата тегіне, атасы қандай, Құдайдан қорыққан бы, адал баққан бы, адал емгек менен тарбия қылған бы. Ли малиха, малы мүлкіне, вали диниха, ең негізі диніне қарайсың. Фазфар бизаты дин тарбат едәк. Динден, Құдайдан қорыққан иманды алғын, ошонда жырғап жашайсың. Қызды қандай беріш керек? Қызды 4 нәрсеге қарайды екен, ал эми жигит же. Бүгін урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбардын үммөттөрү көп жуучу келген кезде намаз окуйбу экен, Аллах жолунда жүрөбү экен, адал жейби экен дебейт. Хоббиси эмне экен дейт. Эмне диплому бар экен дейт. Кайсы университетти бүтүптүр дейт. Кайсы жумушта иштейт экен дейт. Айлыгы канча экен дейт. Бир байкуш намаз окуган жакшынакай жигит экен. Алладан корккон жуучу болуп барыптыр. Барса сурап, кайда иштейт? Акчасы барбы, квартирасы барбы десе, жок, бул биз кыз бере албайбыз деп. Кембе калды бечара? Бербептир. Ана экинчиси келиптир. Намазда жок, мечитте жок, даватта жок, башкада жок, казинодо, арактын кулу, кечки клубтарда жүргөн жигит. Машинеси бар, диплому бар, достору бар, атасы бай. Кесе кызын бериптир. Анан жандагылар айтыптыр. Эмнеге буга бердиң? Бул ич намазды билбесе, Кудай дегенди билбесе, Алла жолунда жүрбөсө, бул эмнеге кызып кызыңды бердиң десе. Эми Кудай буйрса, Кудай инсаф берсе, намаз окуп калар да. Кудай инсаф берсе, бир туура жолго түшөр да, арагын таштар да дейт. Анда биринчисиге да айтпайсыңбы? Кудайым буйрса, колунда акчасы болуп калар. Кудайым буйрса, мунун үйү болуп калар. Рызкты бергенде Аллах, хидаятты бергенде Аллах эмеспи? Ал эми кызга жуучу келген кезде пайгамбарыбыз айтты: "Иза жаакум ман тардауна лидини ва хулуқи фазавижу." Кызыңардын колун сурап келген адамдын динине, адеп ахлакына разы болсоңор бергиле дейт. Бирөөсүнөн келип сурайт: "Кызыма көп жуучу келип атат. Кимисиге берейин?" десе, "Кудайдан коркконго бергин. Эгер ал жакшы көрсө сыйлайт, урматтайт, жаман көрсө зулум кылбайт."